Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік асханасының мәзірінен орама бөректің қазақша нұсқасымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Ең алдымен картошкамызды қабығынан аршып, турап, осылай су құйып қайнатып алатын боламыз. Піскен картошкамызға сары майды қосып, оны жақсылап езіп аламыз. Оның үстіне тұзымызды, майымызды, сүтімізді барлығын салып араластырып аламыз. Мен бұл жерде көбейтіп жасағанмын, сіздерге нақты рецепті описание бөліміне қалдыратын боламын. Жұмыртқамызды және сырымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді бір бума көк пиязымызды жуып, жақсылап турап, оны да қосып алатын боламыз. Міне дайын болды. Енді мен осындай дайын лаваштарды пайдаландым. Түріктерде өздерінің жұқпа қамырларын пайдаланады екен, ал мен осындай дайын лавашты сатып алып, міне осыған арасына, әр бөліктің арасына жаңағы дайын болған қоспамызды жағып, дайындап алатын боламыз. Міне осылай әр қабаттың үстіне, бір-бірінің үстіне қатарласа қойып, жағып шығамыз. Қамырымыздың екі шетін кішкене қайырып, орап аламыз. Дайын болған орамамызды ортасынан екі бөлікке бөліп, пакеттерге салып, азғандай уақытқа қалтырамыз. Міне пакеттерімізге салып, бетін жауып 20-30 минутқа қалдырамыз. Енді дайын болған орамаларымызды кесіп, дайындап, оны арнайы қалыпқа салып пісіріп алатын боламыз. Арасындағы салмасы сіңіп, қамырымыз, орамамыз сондай жұмсақ болып тұр. Барлығын осылай кесіп дайындап аламыз. Кез келген духовканың, пешіңіздің табасына, қалыбына салып пісіріп алатын боламыз. Жайғастырып болған соң үстіне жұмыртқаның сарыуызына сүт немесе айран қосып араластырып жағып шығатын боламыз. Ал түріктер сол жұмыртқаға йогуртты салып бетіне жағып шығады екен. Міне осылай сондай әдемі, дәмді, ерекше орамалар дайын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын. Назарларыңызға рахмет.